Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін мен сіздерге өлшем бірліктерді халықаралық бірліктер жүйесіне түрлендіруді үйретемін. Көп жағдайда физикада есеп шығарғанда, мысалға 2 сантиметр квадрат деген сияқты өлшем бірліктер беріледі. Мысалға 4 миллиметр квадрат деген сияқты. Немесе 3 сантиметр куб деген сияқты өлшем бірліктер беріледі дейік. Енді осыларды қалай біз халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз? Ол үшін бірінші мысалға 2 сантиметр квадратты алайық. 2 сантиметр квадратта неше метр квадрат бар? Ол үшін алдымен былай істейміз. 1 метрде неше сантиметр бар екенін жазып аламыз. 1 метрде неше сантиметр бар? 100 сантиметр бар, Енді бізге 2 сантиметр квадратта неше метр квадрат бар екенін табу керек. Ол үшін пропорция құрамыз. Яғни 1 метрде 10-ның 2 дәрежесі сантиметр болса, екі жағын жақшаны квадраттаймыз. Яғни жақшаға алып квадраттаймыз. Және де жақшаны ашамыз. 1 метр квадратта 10-ның қанша болады? 4 дәрежесі сантиметр квадрат болады. Олай болса, енді 2 сантиметр квадратта неше метр квадрат бар? Яғни 2 сантиметр квадратта, сантиметр квадраттың астына сантиметр квадрат жазамын. Енді x метр квадрат бар. Енді осы жерден x-ті табамыз. X тең. Сендер білесіңдер, пропорция бойынша x-қа қарама қарсы тұрған сан бөліміне түседі. Яғни 10-ның 4 дәрежесі сантиметр квадрат. 1 метр квадрат көбейтілген 2 сантиметр квадрат, ал мына жазылады. Тең. Сантиметр квадрат пен сантиметр квадрат қысқарып кетеді. 2 көбейтілген 10-ның плюс 4 дәрежесі бөлімінде тұрған плюс 4 дәрежесі жанына жазылғанда, яғни минус 4 дәрежесі болып, ал мына жазылады, метр квадрат. Міне осылай болады. Яғни жазып қоямыз. 2 сантиметр квадратта тең болады 2 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат болады. Так, енді миллиметр квадратты солай сантиметр кубты көрсеткен, Яғни ол үшін 1 метрде неше сантиметр бар екенін тағы да жазып аламыз. Оның 2 дәрежесі сантиметр. Енді кубтаймыз екі жағын. Не үшін? Себебі мен қазір 3 сантиметр кубта неше метр куб бар екенін табайын деп жатырмын. Яғни жақшаны ашқанда екі жағын кубтаймыз. Жақшаны ашқанда 1 метр куб тең. Жақшаны ашамыз, 10-ның 6 дәрежесі сантиметр куб болады. Енді не істейміз? 1 метр кубта 10-ның 6 дәрежесі сантиметр куб болса, мына жердегі табайын деп отырған 3 сантиметр кубта неше метр куб бар дейміз. Яғни x тең қарама қарсы тұрған сан бөліміне жазылады. Ал 1 метр куб көбейтілген 3 сантиметр куб, ал мына жазылады. Сантиметр кубтар қысқарып кетеді. Сонда 3 көбейтілген 10-ның плюс 6 дәрежесі, ал мына жазылғанда минус 6 дәрежесі болып шығады. Міне, сонда 3 сантиметр кубта тең болады 3 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі метр куб. Міне осылай табасыздар. Ал балалар, сіздерге жаңа 4 мм квадратта неше метр квадрат бар екенін табыңыздар деп өздеріңізге тапсырма берілген. Енді қазір тоқтатып қойып, видеоны өздеріңіз тауып көріңіздер. Мен қазір жауабын көрсетем. Яғни 4 мм квадратта неше метр квадрат бар? Яғни бағанағыдай жазып аламыз. 1 метрде қанша миллиметр бар? 1000 миллиметр бар, Ал енді біз не істейміз? Екі жағын квадраттаймыз. Себебі квадратта деп квадратын табу керек, И квадраттаймыз да жақшаны ашамыз. Сонда 1 метр квадрат тең болады
10-ның 6 дәрежесі миллиметр квадрат. Тура бағанағыдай 1 метр квадратта 10-ның 6 дәрежесі миллиметр квадрат болса, 4 миллиметр квадратта қанша метр квадрат бар дейміз? X. Осы жерден X-ті тапсақ, яғни X тең болады. Қарама-қарсы тұрған сан бөліміне түседі. 10-ның 6 дәрежесі миллиметр квадрат. Ал мына екеуі 1 метр квадрат пен 4 миллиметр квадрат көбейтіліп алымына жазылады. Тең. Миллиметр квадраттар қысқарып кетеді. Сонда 4 көбейтілген 10-ның плюс 6 дәрежесі бөліміндегі алымына жазылғанда минус 6 болып жазылады. Қарама-қарсы таңбамен метр квадрат. Міне жауабы осы. Яғни 4 миллиметр квадратта 4 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі метр квадрат бар. Яғни миллионнан 4 метр квадрат.